Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын өте жұмсақ вафлилерді бірге дайындаймыз. Сенесіздер ме, бұл вафлиді мен мінекей дәл қазір бірінші рет жасап тұрмын, және бір жасағаннан осындай жұмсақ әдемі болып шықты. Сол себепті де сіздерді видеоны соңына дейін көріп, дәл осы мен рецептінен қайталап жасауға шақырамын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне 5 ас қасық қантымызды саламыз. Және барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Оның үстіне бөлме температурасындағы айранды және сұйық майды қосамыз. Айран кез келген пайызда бола береді, және де 3 сырты ашылып, осылай күштен өткізілген 3 шағын алмамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де үстіне өлшеп ұнымызды саламыз, електен өткізіп, сондай-ақ 1 шай қасық разрыхлитель мен 1 шай қасық корица саламыз. Корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады, орнына ванилин қоссаңыздар да болады. Және де осындай қызып тұрған біздің вафельницамызда толтыра 1 қасық немесе шағын 1,5 қасықтан салып, бірден қызарғанша 2 жағы осылай пісіріп аламыз. Мінекей піскен кезде осылай былқылдап, көмпиіп, жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындасаңыздар комментарийға қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.